Қайырлы күн Атырау, сіздермен байланыста АДМ. Осы аптадағы денсаулық сақтау саласындағы жаңалықтарға кезек берейік. Атырау облысында мәмс жүйесі сақтандырылмаған азаматтарды тарту мәселелері бойынша облыстық штаб отырысы өтті. Жиында сақтандыру мәртебесін арттыру, медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін жақсарту, сондай-ақ тұрғындар арасындағы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейту бойынша нақты міндеттер белгіленді. Тағы бір жағымды жаңалық, өңірде жітішек инфекциясының көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 45,8%-ға төмендеді. Мамандар тұрғындарды жеке бас гигиенасын сақтап, алғашқы белгілер байқалған жағдайда дер кезінде дәрігерге қаралуға шақырады. Цифрландыру бағытында да оң нәтиже бар. Әлеуметтік әмиян жүйесі арқылы тегін дәрі-дәрмек алу көрсеткіші 91,8%-ға жетті. Бұл қызметтің ашықтығы мен қолжетімділігін арттырып, дәрілік қамтамасыз ету үдерісін жеңілдетуде. Ал облыстық перинаталдық орталықта шала туылған нәрестелердің көру қабілетін сақтауға арналған жоғары технологиялық лазерлік операциялар сәтті жалғасуда. Жыл басынан бері 25 сәбиге осындай ота жасалып, олардың көру қабілетін сақтап қалуға мүмкіндік берілді. Сондай-ақ Исатай ауданының Жасқайрат елді мекенінде жаңа медициналық пункт пайдалануға берілді. Заманауи нысан ауыл тұрғындарын қолжетімді алғашқы медициналық санитарлық көмекпен қамтамасыз етеді. Пункт қажетті медициналық құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Бүгінде мұнда бір медбике мен бір санитар қызмет көрсетеді. Денсаулық сақтау саласындағы маңызды жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.